Жанармен кездескен кезде, ақшаны беріп кездескен кезде бізден мындай сұрақ қойды. Сіз қайда жұмыс жасайсыз? Госслужбада жасамайсыз ба? Мен посредникпін, мен модульныйда жұмыс жасамаймын. Модульныйда таныстарым бар, сол таныстарым сұрады. Государствода жасайтын болсаңыз, алмаңдар деп жатыр деді. 14 күн істеп, 14 күннен кейін демалғаннан кейін жұмысқа шықпай қалып жатыр, кісі жетпей қалып жатыр. 14 күн істеп, сол ақшаны алып кетіп қалып жатқан кісілер өте көп. Желательно жаңа госслужбада жасамағанда, если жасайтын болсаңыздар, типа алмаймын дегенге келтіріп сөйдеді. Маған танысым хабарласып, жұмыс жөнінде сөйлесеміз деп. Осы Гүлзаттың номерін берген. Инфекционныйға жұмысқа тұрғызамыз деп, модульныйға жұмысқа тұрғызамыз деп. Сосын Гүлзатқа хабарластым, номерін алып, хабарласып, WhatsApp-тан сөйлестік. Сол маған Жанардың номерін берді. Кластасым деп, құрдасым деп, сол кісі онда жасайды, кіргізеді деп жұмысқа. Сосын бірақ жұмысқа кіру үшін 120 000 теңге сұрады. Сұрағанда ол 120 000 теңгеге банағы ешкім істейді, сертификат оқытады жұмысқа банағыдай. Соған страховкасы бар банағы. Соған деп. Содан Жанармен кездестік, банағы Пединститут ауданында, парктың қасында. Жанармен сөйлесіп, жұмыс жөнінде сөйлестік. Кіргіземіз, солай екен бәрін жеткізді бізге. Содан сол күні Жанарға Каспий Голд арқылы 150 000 теңге аудардық. Бибинұр деген кісіге Каспий Голдына 150 000 теңге аудардық. Сосын 8 күні оқу болады деп бізге. 8 күні оқып, сол күні кеште жұмысқа кіресің деп. Бірақ 8 күні сол агентурада жұмыс болған жоқ. 12-сіне қалдырдық. 12-сінен 13-не қалдырдық. 13-нен 15-не қалдырдық. Сөйтіп кете берді. Айналғанда ондай алаяқтарға алданып қалып отырмыз қазір, ақшамызды ала алмай. Қарызға алып, кредит алып, осы жұмысқа кіремін деп үміттенген кісілер өте көп. Мен өз басым процентке ақша алдым, жұмысқа кіріп қайтарамын деген мақсатпен. Бізге 16 күні жұмыс болады деді, 11 күні неге оқуға келесіңдер деді, онымен біз 13 күні бардық оқуға. 13 күні сертификатты алғаннан кейін 16 күні кешкісін жұмысқа кетесіздер деді. Ол күні жұмысқа кеткен жоқты, жаңа журналистер біліп шығарып қойған, жаңағыдай кіріп анда тексеріп жүріп жатыр, болмайды деп 19 күніне қалдырды. 19 күні опять осындай жағдай болды. Енді ақша да жоқ, өзіне звондасақ, прям нагло айтып тұр ғой, енді біз неге ақша жоқ дейді. Мен ақшаны жоғарыдағыларға беріп тастадым, неге ақша жоқ, біз неге қайдан табамыз дейді. Сондай сөз болады, біз еріккеннен берген жоқ, қазіргі заманда жұмыс жоқ, мысалы, ақша жоқ. Жоғарыдағыларға бірақ нақты кімге берген айтқан жоқ, Ләззат деген атты мысалы атады ол кісі дейді. Сосын Каспий Голдта мен жаңа группамыз бар ғой, жаңа осы жұмыс жөнінде отырған кісілерден дейтін ақша төлеп. Сол группада Гүлзат, Жанар, неше түрлі номерларға ақша лақтырылған. Бір адамға жинаған жоқ ол ақшаны дейді. Каждый Каспий Голд әртүрлі номерларға лақтырылды. Жалпы негізі мен осындай кішкене жағдайым не болып жүргесін, осындай жұмыстар қарап жүрген, ковидқа неге осындай ақшасы көп, кішкене жерлерді дұрысталайын деп, жағдайымды дұрысталайын деп. Осылай таныстарына былай айтып жүрген, ескертіп. Сосын бір танысым маған хабарға шықты, осындай жұмыс бар, істесің ба? Егер істесең, саған оған сенің номеріңді беремін деп. Жақсы істеймін деп келістім. Сосын ол кісіге мен номерімді берген, сол жаңағы мен бірінші Гүлзаттың өзі жазды маған. Сіз ырысқанымсыз да, осындай жұмыс істеп жүр екенсіз, жалпы жұмыстар білесіз болды. Мен жақсы деп келістім. Ол маған айтты, сразу 150 000 ақша бересің. 150 000 ақшамен біздер страховкаға, обучение сұрауға береміз. Өзіміз ештеңе алмаймыз, сол ақшаны берсең біздер жұмысқа кіресіздер. Ал егер де оны өздеріңіз істейтін болсаңыздар, сіздерге көп уақыт алады деп. Жақсы деп келістім. Түнде жазды. Бірі күні бірінен екісіне қараған түні жазды. Екісі күні мен уже ақша тауып, өзім қарызға сұрап, танысымнан қарызға сұрап, жаңаға енді кімге апарайын деп жаңағы звондасам, Жадыра деген кісінің номерін берді. Жанарды таныстырды ол кезде бізді. Жанардың номерін берді. Сосын
сосын жанарға хабарластым, осылай Гүлзаттан звондап тұрмын сізге, ақша берейін деп. Ақшаны сразу беру керек болды. Сосын ол айтты, осындай Кирова деді ма, бірдеме деген адреске әкел деді. Мен ол жаққа бара алмаймын, мен қазір базар жаққа барам, базар жақтан кездесек қалай болады деді. Жақсы, базар жаққа барғанда хабарласамын деді. Сосын мен базар жаққа келіп, базардағы Арбаттың бойында кездестік. Наличка алып келдім ақшаны, журналға. Сосын берейін деп отырғанда, чек, мен всегда чек сұраймын, сосын чек бересіз ба деп едім. Жоқ, мен чек бермеймін деп, терминалға или Каспий голдқа лақтыруға бола ма деп едім. Болады деп, жаңағы Бибігүл Төлегеновна дегенім Каспий ин номерін берді. Сосын ана жерде атриум жақын болғасын, атриумға барып, терминалдан ақшаны лақтырып жібердім өздеріңізді. 10 обучениеден өттік, сертификатты алдық. Енді 16-сы жұмыс істеп, 16-сын күтіп жүріп, мен өзім ауылда тұрам, ауылға кетіп қалдым. 16-сы күні келсем, WhatsApp-тан не істеп тұр, звондап тұр, маған хабарласып. Жұмыс болмайтын болды, пока 19-ына қысқарттық, біздің артымызға журналистер түсті. Қазір біз Антиполда тергеуде жүрміз, тексеріс болып жатыр, бәрі тынышталғасын, өзіміз сізге хабарласамыз. Оған өтіп келіп тұрсыздар, оған қайда өттіңіздер? Чапаева, Чумов, оба ауруына қарсы не бар ғой, мына жақта. Бардыңыз аяқта? Иә, аяқта 15 адам бар. Не болды? Ол кезде киім киюді шешуді үйретті. Менде видеолары бар, бірі врач, сонда 15 адам болды. Сол кезде Жадыра келді, Жадыраны көрдік. Жадыра іштеп тоже біз сияқты жұмысқа келген бір кісіні тағайындады. Сізге мен ақшаны бере қояйын, бәрі үшін төлеңіз, мен көрінбей кетіп қала қояйын, ештеңе айтпайсыңдар, жұмысқа кіргендерін айтпайсыңдар. Егер де айтсаңдар, сендердің фамилияларын тауып алыңдар, жұмыстан шығарткызып жіберемін деп. Сол айтты да, өзі кетіп қалды. Содан кейін сонымен қалдық, күнде Гүлзатпен Жадыраға жазамыз, ответ жоқ. 19-ды болды, 19-да деді, ақшаларымды қайтарып алатын болсаңдар, сол 16-сын айтты ғой, ақшаларымды алатын болсаңдар, 19-ды кешке аласыңдар деді. 19-ды кеш болды, енді ақшамызды алайық десек, ақшамызды бермейді. Енді жұмысқа алайық десек, жұмыс жоқ, 9 болды, 10 болды. Гүлзатқа жазамыз, Гүлзат айтады, қазір ананың басында кісілер жүр, журналистер жүр, тексеріп жатыр, қазір солар кеткесін барасыңдар деп. Сіздер түн болсын, 2 болсын, 3 болсын шақырса барасыңдар ма дегенде, біз иә деп келістік, барамыз. Бір райондағылар, сол жұмысқа еместейтіндер, бізде ортақ группа бар, сонымен келісіп сөйлесіп, өздерін келе қоясыңдар ғой деді. Сөйтіп таң атты, жұмыста жоқ, ештеңе де жоқ. Қалдық, содан бері өзіміз жалпы жиналдық, іштегі группадағы кісілер. Антикорға бардық, Антикордағылар бізге айтты, ақшаларыңды береді ғой, күтіңдерші арыз жазбай тұратырыңдар деп. Алдыңғы таңертең барып жаздым, арызымды жазғанда бірінші ДВД-ға бардық. ДВД-ға барғанда айтты, біздер тек кісі өлімі, сондай үлкен нәрселерді қараймыз, сіздер деген Абайский отделге бардым, сонда қабылдайды. Жақсы деп сонда бардым. Барғанда алдымнан Арсен деген бір қызметкер шықты, дежурный қызметкер. Ол айтты, осылай арыз жазуға келдім деп едім. Сіз деген өзіңіз пара беріп тұрсыз ғой, өзіңіз де жазаланатыныңызды білесіз ба деп маған өзіме кері айтты. Иә, білгенде енді біз әлі жұмысқа кірген жоқпыз, ол пара ретінде есептелмейді екен, мен сонынан табыстарынан апамнан сұрағанда. Сосын мен жазам деп қоймай тұрып алдым. Айтқам, сонда сіз меніне өзімді кінәлап, арызымды қабылдамайын деп тұрсыз ба деп. Жоқ, просто мен сізге өзіңізге ескертіп айтып жатырмын, ертең өзіңіз тоже жазаланасыз деп маған ескертіп айтты. Бағана өз сөзіңізде Зәуреш Сұлтанова, Сұлтанова, кешіріңіз. Сол кісіге Жанар дегенің өзі жазған дедіңіз ғой, жұмыс жөнінде. Кім? Жанар? Иә. Мен айтқан жоқпын. Жанар дедіңіз ғой, сіз айтыңыз ғой, переписканы маған әкеліп көрсетті. Не надо переделать, давайте будем честными. Она сказала, я сказала, все вот эти переписки, которые были между вот этой Бибигуль, вот это Жадра или Гульзат, все эти переписки нам принесла вот эта девочка, Бибигуль ее зовут. Она принесла, отдала Зауреш, там все переписки, именем Зауреш все это прикрыто, что типа Зауреш сказал, Зауреш айтты, ақшаны әкеліп беріңдер, бәрін алып келді ғой бізге көрдік соны. Еще записали типа диктофоном голос Зауреш, кіріңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер, чтобы они поверили. Это тоже мы видели. И это мы все сдали в милицию. В милицию мы сами заявление написали, что вот так людей обманули, тандар деп. Отнесли.
Милиция Біз сказали, статьяны ну, көрдік, 15 күн кешкісінде шыққан, сіздің сұхбатыңызда. в чем я виновата теперь? Так, все-таки были следственные действия после написания заявления? Мы написали заявление, типа в этом ДВД сообщили, что ущерб никому не нанесен, деньги вернули. То есть это не состоявшееся, это мы потом стали наставить, ну хорошо, вот у тех девочек брали побольше, по 400 с чем-то они платили. Теперь у тех девочек я спросила, тем мы задали, хорошо вернули, но сам факт мошенничества же есть безобразие, говорю, почему нельзя это дело довести до логического конца? Хорошо вернули, а второй девочке же не вернули, она там сутку что ли брала в кредит, в общем вот так вот. Типа, в общем, сказали, мы посмотрим. Лично я сама звонила, и в прокуратуру звонила, и в ДВД звонила. Пожалуйста, говорю, возьмите на контроль это дело и доведите до логического конца, найдите, пожалуйста, этого человека. И все, поэтому как-то это затихло. Потом вышла ваша статья, очень вовремя статья или ваша информация. Все. После этого уже начали звонить со всех, спрашивать, в чем дело. Я объяснила, что мы вот так провели и сами написали заявление наших отделе о том, что такие есть факты. И все, поэтому буквально на той неделе нам сообщили, по данному факту возбуждено уголовное дело. И, по-моему, вы уже ходили, вас нам приглашали или вы сами Нет, ходили? уже неделю ждем. Кого Нет, ждем? там следствие никто не берет наше. Нет, вы заявление кому отдали? Там дежурные Войски. просто оставили. Ну, отдали же все Да, равно. да. Ну, они никуда не денутся, по данному факту, наверное. Нет, по нашей информации уголовное дело не возбуждено, там доследственная проверка По началась. моей информации возбуждено, ну, наверное, сейчас как его называют? Доследственная проверка. Проверка, наверное, все, материал совет, должен же быть лицо, на кого возбуждается уголовное дело. Но они всех знают, то есть Нет, всех вы мне лиц. задаете, вы этот вопрос ДВД задайте. Ну, Я не могу на эти вопросы не ответить. просто у нас сложилось впечатление, что все завертелось после того, как Исенжол написала заявление в Антикор, а Антикор спустила в ДВД. Я не знаю, где что завертелся. Вы что, хотите, вы думаете, что я обманываю, что он... Нет, я Вы это... что-то меня обвиняете? Нет, я как раз спрашиваю, мы не видим действий со стороны полиции. Я даже на это ответить вопрос. Но вот, Почему они бездействуют? нет, не почему они бездействуют, а может быть вы видите какие-то действия, которые они предприняли, а мы не видим. Ну, по крайней мере, вы не видите? Да, мы не видим. Я как должна увидеть? По крайней мере, я когда позвонил, они мне сказали, по данному факту возбуждено уголовное дело. Я теперь, мне на словах сказали, я вам на словах рассказываю. Я что должна делать? Мен сіздің бір ғана жауабыңызға түсінбей тұрғаным, сіз айтып өтсіз, Зәуреш Сұлтан маған әкеліп Гүлзаттың жаңағыдайғы адамдардың перепискасын әкеліп көрсетті. Сосын сіз кешіріңіз, мен сөзімді аяқтап алсам, сосын сіз айтып өтсіз, мен айттым, осыларды факт апарып полицияға арыз шағым түсірдім. Бұл жерде бір ғана сіздің берген жауабыңыз кішкене бір ақылға томпақтау келіп тұр. Неге томпақтау келіп тұр? Өйткені Зәуреш сіздің қол астыңыздағы қызметкеріңіз, ол ешқандай зардап шегуші тарап емес. Сонда ол қалай арыз шағым түсіріп тұр? Вы что, хотите сказать, что мы не написали заявление? Жоқ, мен осыны түсіндіріп отырмын, мен түсінбегеннен кейін, Я вам еще раз говорю. түсінбей тұрғаннан кейін сұрап Очень плохо, что вы не поняли. Я вам еще раз говорю. Вот эту девочку, которая пришла нам, выложила весь материал, мы ее взяли и повели в милицию, полицию. Пошла Зауреш, потому что там везде фигурирует про Зауреш. Заурешка подпердик, Заурешке туледик, Зауреш шайтта. И там даже голос типа Зауреш, есть записи. Поэтому пошла Зауреш, написала заявление, что ее именем пользуясь кто-то там брал деньги. Вот такое заявление она написала мне. Что вам непонятно? қанша күн уақыт тастар, 2 күн уақыт тастар, аптасына 2 рет уақыт тастар. бір күн 8 сағат. 8 сағат уақыт тастар. Анда, по-моему, 4 күн бе, білмеймін, не көресің. Ақшасы қалай төленеді сіздерге? Это вы как следствие у вас или что? Ақшасын через кассовый аппарат. Мы столкнулись сейчас со случаями мошенничества. То есть уже есть... И паспорта покупают. Да, речь идет о том, что люди устраивают на работу в инфекционную больницу, берут взятку, вот, это им так говорится. И
набор документов, которые им делают, это в том числе сертификат. Да. Да, когда мы у людей спрашивали, как они это получали, они говорили, что они проходили к вам, вот здесь проходили этот курс, и им ставили сертификат. Вы в этих случаях мошенничества что-нибудь слышали? К вам кто-нибудь обращался с какой-нибудь этой претензией? Мы вакцину не делаем. Нет, к вам из антикора или из полиции уже обращались? Нет, не приходил, вот вы первые, кто пришли по такому вопросу.